Бұл бейнеролик балалардың заңды өкілдеріне арналған және индиго ақпараттық жүйесінде мектепке дейінгі ұйымға электрондық қабылдау процесін толық көрсетеді. Баланы мектепке дейінгі ұйымға қабылдау мынадай 3 қадамды орындау арқылы іске асырылады. Ваучер алуға кезекке қою, ваучердің берілуін күту, құжаттарды жинау және мектепке дейінгі ұйымға қабылдау. Ваучер алуға кезекке қою процесі басқа роликте көрсетілген. Енді балабақшаға қабылдау процесі қалай өтетінін талқылайық. Мектепке дейінгі ұйымға қабылдау процесін бастау үшін ең алдымен ваучер алу керек. Ваучерлер кезекке және білімді басқару органы тарапынан бөлінген қаржыландыру көлеміне сәйкес автоматты түрде бөлінеді. Өз кезегіңізді мынадай тәсілдермен тексере аласыз. Жеке кабинет арқылы ваучерге өтініштер бөлімінде, басты бетте ваучерге кезек бөлімінде, кезекті тексеру сервисін пайдалану арқылы. Ваучер автоматты түрде берілгеннен кейін индиго жүйесі баланың заңды өкілін жеке кабинетіне хабарлама жібереді. Ед24 мобильдік қосымшасының хабарламалар таспасына хабарлама жібереді. Ваучер жеке кабинеттегі берілген ваучерлер бөлімінде көрсетілетін болады. Барлық хабарламалар арналарын тексеріп отыруларыңызды сұраймыз. Ед24 мобильдік қосымшасын телефонға орнатыңыз. Өйткені бұл түрлі хабарламалар жіберілетін негізгі арна. Ваучер берілген сәттен бастап баланың заңды өкілінде ваучерді пайдалана бастау үшін күнтізбелік 2 жұмыс күні бар. Ваучер бала мектепке дейінгі ұйымға қабылданған кезде іске қосылады. Ваучердің іске қосылуы қалай өтеді? Мектепке дейінгі ұйыммен балалар тобына резервке тұру, таңдау. Баланың барлық құжаттарын жинау. Баланың фотосуреті, профилактикалық егулер картасы, баланың денсаулық жағдайы туралы анықтама және ПМПК қорытындысы. Электрондық шарт жасасу. Егер 5 жұмыс күні ішінде бала мектепке дейінгі ұйымға қабылданбаса, ваучердің күші жойылады. Және мемлекеттің қаражаты қайта бөліну үшін ваучердің кезегіне қайтарылады. Егер өзіңізге қажетті балабақшаларда баланың жасына сай келетін орындар болмаса, бұл мына себептермен байланысты болуы мүмкін. Мектепке дейінгі ұйым бос орындарды әлі жарияламаған. Бұл жағдайда мектепке дейінгі ұйымға хабарласып, баланың жасына арналған орындарын жариялану кестесін анықтаңыз. Мектепке дейінгі ұйымдағы барлық орындар бітіп қалған. Бұл жағдайда басқа мектепке дейінгі ұйымды таңдап, ваучерді сақтап қалу үшін соған қабылдана беріңіз. Ал өзіңізге қажетті балабақшада бос орындар шыққан кезде соған ауысасыз. Егер ваучердің күші жойылған болса, сіз ваучердің кезегіне тұру үшін қайтадан өтініш бере аласыз. Мектепке дейінгі ұйым мен балалар тобының резервіне тұру, сондай-ақ электрондық шартты жасасу жолдары туралы біздің басқа бейнероликтерді қараңыздар.